Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Шайкенов Ерболат Бергенбаевич, дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы гранатаны алысқа лақтыру. Жеңіл атлетиканың бір түрі лақтыру. Лақтыру құралдары доп, үлкен және кіші, найза, балға, ядро және граната болып табылады. Гранатаның салмағы 500-700 грамм. Жүгіру негізінен организмнің төзімділігін, шыдамдылығын қалыптастырады, шапшаңдықты дамытады. Қолдың күшін аудырмай, сол салмақты ұстап жоғары сілтеп лақтыру. Гранатаны лақтыру әдісін түсіндіру, орындауын көрсету. Бетті граната лақтыратын жаққа беріп, гранатаны оң қолды бүгіп, шамамен алғанда иектің тұсынан ұстау керек. Лақтырушы жүгіруді сол аяғымен бастайды. Жүгіру қарқынын бірте-бірте үдете түсу керек. Бақылау белгісіне оң аяғы тигеннен кейін лақтырушы жүгіру екпінін тоқтатпастан қолды артқа қарай сілтеу арқылы лақтыруға даярлық жасай бастайды. Гранатаны лақтыру кезінде жүгіріп келіп, сызыққа дейін аяқты қойып, қолды жоғары ұстау бойымен лақтырады. Суретке қараңыздар. 3-4 метр жерден жүгіріп, қолды артқа созу арқылы гранатаны бастан асыра ұзақ қашықтыққа лақтыруға болады. Екпін алып жүгіріп келіп, гранатаны ұзындыққа лақтырғаннан кейін граната жерге түскенге дейін алдында белгіленген сызықтан өтпеу керек. Гранатаның лақтыру кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керек. Ең алдымен, бірінші, граната лақтырар кезінде сызыққа дейін еш оқушыларды алға шығармау тұру. Екіншіден, лақтыру кезінде лақтыру алаңында адамдардың болмауына көз жеткізу. Үшіншіден, мұғалімнің рұқсатынсыз лақтыруды орындамау, лақтыруға арналған снарядтарды қараусыз қалдырмау. Төртіншіден, лақтырушының оң жағында тұрмау, сол қолмен лақтырғанда сол жақта. Лақтыру алаңында болмау, мұғалімнің рұқсатынсыз лақтыруға арналған снарядтарды жинамау. Бесіншіден, лақтыруға арналған снарядтарды бір-біріне лақтырып бермеу.